Қазақстандағы ең ірі зауыттардың қайсысы екенін білесіз бе? Кейбіреуінде мыңдаған адам жұмыс істейді, ал кейбірі ел экономикасына миллиардтаған теңге табыс әкеледі. Бүгін біз Қазақстандағы ең ірі 10 зауытты көрсетеміз. Бейнені соңына дейін көріңіз, себебі бірінші орын сізді таңғалдыруы мүмкін. 10-шы орын Павлодар мұнай-химия зауыты. Павлодар мұнай-химия зауыты Қазақстандағы ең ірі мұнай өңдеу кәсіпорындарының бірі. Бұл зауытта бензин, дизель және авиациялық отын өндіріледі. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерін жанармаймен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 9-шы орын Қазақстан электролиз зауыты. Павлодарда орналасқан бұл кәсіпорын Қазақстандағы жалғыз басты алюминий өндіруші зауыт. Мұнда өндірілген алюминий әлемнің көптеген елдеріне экспортталады. Ол ұшақ, автомобиль және құрылыс салаларында пайдаланады. Қазақстанның алюминий Еуропа мен Азия нарығына жол тартады. 8-ші орын Ақтөбе ферроқорытпа зауыты. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты әлемдегі ең ірі феррохром өндірушілерінің бірі. Оның өнімі тот баспайтын болат өндірісіне қолданылады. Зауыт Қазақстанның металлургия саласының мақтанышы саналады. Әлемнің көптеген болат зауыттары Ақтөбеде өндірілген өнімді пайдаланады. 7-ші орын КСП Стил. Павлодарда КСП Стил Қазақстандағы жіксіз болат құбыр шығаратын ең ірі зауыт. Оның құбырлары мұнай газ саласында кеңінен қолданылады. Компания өнімдерін ақш, ТМД және басқа да елдерге экспорттайды. Зауытта мыңдаған адам жұмыс істейді. Қазақстанда жасалған құбырлар әлемнің түкпір-түкпіріне жеткізіледі. 6-ші орын Атырау мұнай өңдеу зауыты. Бұл зауыт Қазақстанның батысындағы ең маңызды өнеркәсіптік нысандардың бірі. Мұндағы жоғары сапалы бензин мен дизель өндіріледі. Зауыт елдің энергетикалық қауіпсіздігіне үлкен үлес қосады. Қазақстандағы әрбір жүргізуші бұл зауыттың өнімін пайдаланған болуы мүмкін. 5-ші орын Алюминий Қазақстана. Павлодар облысындағы бұл алып кәсіпорын жыл сайын шамамен 1,4 миллион тонна глинозем өндіреді. Ол кейін алюминий өндірудің негізгі шикізаты ретінде пайдаланады. Бұл кәсіпорынсыз Қазақстанның алюминий өнеркәсібін елестету мүмкін емес. 4-ші орын Шымкент мұнай өңдеу зауыты. Шымкент мұнай өңдеу зауыты орталық Азиядағы ең ірі мұнай өңдеу кешендерінің бірі. Ол Қазақстанның оңтүстігін жанармаймен қамтамасыз етеді және өндіріс көлемін жыл сайын арттырып келеді. Оңтүстік Қазақстанның энергетикалық жүрегі дәл осы жерде соғады. 3-ші орын Ақсу ферроқорытпа зауыты. 1968 жылы ашылған бұл зауыт әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндірушілерінің бірі болып саналады. Жылына 1 миллион тоннадан астам өнім шығарады. Мұнда 6 мыңнан астам адам еңбек етеді. Өнімдерінің басым бөлігі экспортқа жөнелтіледі. Ақсуда өндірілген ферроқорытпа әлемнің ондаған еліне экспортталады. 2-ші орын Кармет. Теміртауда орналасқан Кармет Қазақстандағы ең ірі металлургиялық комбинат. Мұнда болат өндіруден толық циклы бар. Кәсіпорында 34 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Жылдық өндірістік қуаты 5 миллион тоннадан асады. Қазақстандағы ең үлкен болат алыбы дәл осы Кармет. 1-ші орын теңіз өндірістік кешені. Атырау облысындағы теңіз Қазақстандағы ең ірі мұнай өндіріс нысаны. Бұл кен орны әлемдегі ең алып мұнай жобаларының қатарына кіреді. Мұнда жыл сайын ондаған миллион тонна мұнай өндіріледі. Қазақстан экономикасына миллиардтаған доллар кіріс әкеледі. Теңіз Қазақстанның мұнай байлығының символы және еліміздегі ең ірі өндірістік жобасы. Міне Қазақстандағы ең ірі 10 зауыт осылар. Ал сіздің ойыңызша қай зауыт еліміз үшін ең маңызды? Пікірге жазыңыз, бейнені ұса лайк басып, арнаға жазуды ұмытпаңыз.